Барлығыңызға сәлем. Бүгін кептірілген өріктен бәліш дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қант салып миксерлейміз. Бөлме температурасындағы май немесе маргарин және қаймақ саламыз. Ойың сенің өзге мүлде, еске алып өзгердің бе? Соданы уксуспен гайстетіп қосамыз. Артынан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды әдемілеп илеп болған соң, орап тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Өрігімізді тазалап жуып алып, үстіне қайнаған су құйып, 15 минутқа қойып қоямыз. Уақыт болған соң, соковыжималка не болмаса ет тартқышқа өрігімізді пен қантымызды салып, өткізіп аламыз. Қамырымыздың біреуін үлкенірек, екіншісін кішірек қылып екі бөлікке бөлеміз де жаямыз. Пергамент қағазы төселген табамызға қамырымызды қойып, үстіне салмамызды салып, бір келкі етіп жаямыз. Қымбат маған екінші қамырмен етін өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Қаласа көңілің жаныңда қалайын арайым. Еркелеген қылығың бұрымын, мен берейін жаныңның жылуын. Сен мұңайма ерекше сұлуым арайым. Жүрегіңнің төрін ұсынсаң барайын, сезіміңнің мұңын емдеп алайын. Қаласа көңілің жаныңда қалайын арайым. Бетін әрлеп болған соң жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған 150 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің бәлішіміз дайын. Қалауыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.